Қайырлы күн менің каналымның көрермендері. Бүгін осындай үйде бар болған алмалармен компот басуды шештім және сіздермен бөлісейін дедім. Ең бірінші банкілерін жуып, тазалап, стерилизовать етіп алдым. Мен банкілерін духовкада стерилизовать етемін. Одан кейін алмамызды ас тұзымен, содымен жақсылап жуып аламыз. Суымызды қайнатып қоямыз. Алмаларымызды өстіп бөліктерге бөліп алып, банкілерімізге бөліп салып шығамыз. Осылай бөліп салып шықтық. Біздікі үйдің алмасы тәтті, сондықтан көп құмшекерді қажет етпейді. Одан кейін өстіп бөліп алдық, мінекей бәрі дайын. Қайнап тұрған суымызды банкілеріміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Эмалированный кастрюль немесе шелекті қолданасыздар су қайнатқан кезде, және эмалированный ыдыспен суымызды құямыз. Сол кезде қыс бойы атылмай жақсылап сақталатын болады. Мінекей суымызды кішкене суытып қойдық, бір 20 минутқа қалдырып. Одан кейін суымызды қайтадан шелегімізге құйып, тағы бір қайнатып жіберіп, қайтадан құятын боламыз. Сол кезде де жақсы қыс бойы сақталып тұрады. Менің бір қолымда телефон болғандықтан суымды құйып жатқан түсіре алмадым. Сондықтан өсті банкідегі суымызды қайтадан шелегімізге құйып аламыз. Арнайы қақпақтар бар негізі банкілерге арналған, сонымен де құйып алсаңыздар болады. Немесе мен сияқты осылай тесіп алсаңыздар да болады. Одан кейін суымызды қайнатып қойғаннан кейін банкілерімізді ашып, осындай көлемде мен құмшекер салып шықтым. Негізі үлкен қасықпен толтырып 3 қасық салып шығамын. Көбіндесе 3 стақан салады ғой, 2 литрге 2 стақан, 3 литрге 3 стақан. Бірақ мен қантын аз салуды жөн көрдім. Өйткені балаларыма өте тәтті болмайды. Мінекей енді қайнап тұрған суымызды осының үстіне құятын боламыз. Қант аз болса атылып кетеді деген ешқандай қорқыныш болмасын. Өйткені бұл мен жылда жасап жүргеннен кейін ешбір атылмайды. Жасап көріңіздер. Қанты аз, өте дәмді, кәдімгі натуральный алманың соғы болып шығады. Осылай жауып аламыз банкілерімізді. Мінекей қыстың қамын жазда ойла деп, банкілеріміз де компоттарымыз да дайын. Балаларымыз қыста сұраған кезде ашып бере бересіздер. Осылай құйып алдық. Енді жылы жерге кішкене төңкеріп, бетін жауып жақсылап қойып қоясыздар. Одан кейін қыста іше бересіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет.